Өскемен қаласы Оралхан Бөкей атындағы номер 44 лицейі бүгін бала тәрбиесі баршаға ортақ атты семинар практикумын өткізуде. Семинардың мақсаты сынып жетекшілердің кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында тәрбиелеу формалары мен әдістерін жетілдіру. Үштік одақ, ата-ана, сынып жетекші, оқушы жұмысында заманауи тәрбие беру технологияларын және жаңа жұмыс үлгілерін әдістерін өткізу. Сынып жетекшілердің іс тәжірибесін тарату. Оған қала мектептерінің сынып жетекшілері мен тәрбиесі меңгерушілері де қатысуда. Келесі сөз кезегін Ерланлы Арсенге беремін. Медовел Мансур. Семинарға өз үлесін қосуға ата-аналар келген екен. Солардан сұхбат алып көрейік. Қайырлы күн, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, менің есімім Темірханова Нұрия Сейітбекқызы. Ата-анамын. Менің балам 11 жыл осы мектепте, осы лицейде оқып, биыл 11 жыл оқып жатыр. Сіздің ойлауыңызша лицейімізде өткізілген бала тәрбиесіне қатысты іс-шараларға көңіліңіз тола ма? Әрине, мен үнемі осы шараға қатысып, көріп, қолдап, келіп, балалардың өнерін тамашалап жүрмін. Әрбір шара ол ата-ана және бала, мектеп осы үштіктен құралып өткізіліп жатады ғой, бірлесіп. Сол бірлесіп істелінген әрбір істен өзіме бір керек бір сабақ алам. Ата-ана тарапынан, ата-ана маған қажет деген, және менің балам да соған қатыса жүріп, өзін дамыту үстінде, өзін өсіру үстінде деп ойлаймын. Ал енді ұстаздар бізге әрқашанда ұстаздық өзінің қызметін атқарып жатыр. Жауабыңызға рахмет. Тыныш болсын жері.